Assalamu алейкум Қарақалпақ елі. 1 декабрь Қарақалпақ тіліне тіл билігі куәні. Баршаға ассаламу алейкум. Кеше Қарақалпақ Республикасы министрлер кеңесі бас мәслихатшының басшылығында ғалаба хабар құралдары уәкілдерімен біргелікте латын графикасы бойынша пресс-конференция болып өтті. Сол пресс-конференциядан келіп шыққанда видео қылуды лазым таптым. Атауға да гәп бар, заманың қасқыр болса қасқыр бол, түлкі болса түлкі бол деп. Қандай заманда жасап отырғанымыздан білмей қалдық. Сыр емес, Шавкат Мыраманович келместен бұрын айрым гәплер бар, айтсаң елден кетеді деген түсінікпенен ешкім сөйлей алмас еді. Әттеке менің өзім елей ядымда әкежанымменен бірге сондай саясат бойынша өздеріміздің наразылықтарымызды сөйлескенімізде анам кухняға қарай қашып кетеді, мені араластырмаң деп. Бір шаңырақта жасап отыр, өзінің басын ойлап қашып кетеді, елей ядымда. Міне президент келді, журналистер оянды, айрым журналистер енді. Блогер деген түсінік кіріп келді. Бірақ еліге шеген президенттің талабын орынламай отырған 70% десем екіленбейтін, адаспасам керек, 70%-дан зият басшылар еліге шеген баяғы дәуірде жағымпаздық, еліге шеген жалатайшылықпен жүргені белгілі да. Енді жалатайшылық десем кеуінен мәлел алуы мүмкін, жалатайшылық демесем болмайды. Құлас айтпақшы болғаным, басшылар, журналистер, ғалаба хабар құрал уәкілдері, ілімпазлар, тілшілер, Қарақалпақ тілі бай тіл, маңайымыз ашылып қалды, тілге деген іті бар, елге деген іті бар деп түрлі нақылларды айтып, әр жылы тіл haqqында нызам қабыл етілген күні бір көтеріліп алады. Бірақ бұл бәлен пәруаз сөз деп білемін мен жеке өзім. Ол менен халықты емес, білсе өздері алдап атырғаны, ол ешкімге сыр емес. Себебі бір ғана мысал Мойнақ Тақтакөпірге дейін, Қазақ-Дарияға дейін барсаң, әмме жерде өзбекше жазылған. Тіл haqqында нызамда мемлекеттік тіл бірінші Қарақалпақ тілі, кейін өзбек тілі. Бірақ әмелде керісінше Қарақалпақ тілі жоқтың қасында қалып барады. Халықтың арасында әттегі сөздерге дейін өзгеріп кетті. Мысалға айтатын болсақ, мына сөздер күнделікті сөз болып қалды. Сіздерден мен өтініш қылып сұрар едім. Тілге жанкүйерлік қылың, өтініш сіздерден. Қараң бір ғана мысал. Безата дейді. Безата қылмадың ба, Дәулетмұрат аға деп шығады. Кешіресіз, міндетің Қарақалпақ па деймен, ауа дейді. Онда безата деген сөз жоқ деп жауып тастаймын бір кезде ашым деп. Кейін қайтадан шығады, кешіресіз деп. Қоңырақ, муамма, хоп дейді. Хоп дейтін сөздер мозылып кетті. Майлы гәпләшәміз дейді. Не яңгілік? Енді қадым деген сөзді дерлік әмме мекеме қолданатын болып кетті. Біздердің қадым дейді, қадымнан мұражат еттім дейді. Мұражат деген сөзден мен баста үйреніп шығып едім, керісінше мұражат Қарақалпақ тіліне имплементация қылынған екен. Одан кейін сорта деген сөзді енді әмме айтатын болды. Мен үйдегі інілеріме сорта деген сөзді қайта айтпастай қылдаттырдым. Сондай зәһәр сөзді айттым. Біреуде сорта деген сөз қолданбайтын болды. Имтияз деген, хамшира деген сөзді енді қой, Қарақалпақ сөз денсаулық сақтау министрінің өзі хамшира деп интервью беріп отыр журналистерге. Тәдбір деген сөзді, сол ажырым деген сөзді мәкәм бұқаралар жиыны тіл haqqында нызамның орындалуын қадағалайтын өзі тікелей орындалуына, басшылық қылатын орын болуына қарамастан өздері ажырым дейді. Ажырымдер саны көбейіп кетті деп қояды. Бірақ не екенін білмейді ажырым деген мәнісін. Ажырым деген сөз ұйғару деген сөз, кешіресіздер. Ажырым көбейіп кетті деген сөздің мәнісін біліп алың, ұйғару көбейіп кетті. Не ұйғару? Не ұйғарудың түрі көп қой. Білмесеңіз айтпауыңыз керек. Бірнеше өзінше хамилдарлар, одан кейін жаңағы сол шаңырақ бойынша істесетін шақсылар үсін айтады. Ажырым деген сөз күнде айтады. Гарау деген сөзден сондай. Құлпынай деген сөз, худут деген сөз енді оны айтпасаған болмайды. Мекемелердің атларда худут болып кетті. Мұстақылық дейді, мұстақылық емес ғаресіздік. Тәлім дейді, тәлім емес білім. Вазірге шықтым деп қояды көп министерство ведомстводағылар. Вазір деген сөз жоқ. Раис дейді. Мысалға, министрлер кеңес бастығын раис деп қояды. Салтанатты түрде айтады, және раиске кіріп шықтым, я мысалы раистің тапсырмасы деп қояды. Кешіресіз, министрлер кеңесінің бастығы, я раис дейді. Тапсырнама деген сөз. Одан кейін награн деген сөз, ол тол қарақалпақша болып кетті награн деген сөз. Илава деген, күрәш деген, енді ана өзіміздің күресті дүние жүзінде күрәш деп тән алды, яқшы. Бірақ сонда да өздеріміз арамызда күрес деуіміз керек, күрәш болып айтылып кетті.
масафа деген сөзді ғой енді айтпасаған болады. Мына кеше пандемия дәуірден бастап масафа деген сөз кіріп келді. Ал кешіресіз, оның қарақалпақшасы аралық деген сөз. Тадбіркорды ғой айтпай ақ қойсақ болады. Іспілермен не тадбіркор? Тадбіркор деген не деп айтамын мен? Нахануни деген сөзді енді har күні мен естіп шаршадым. Ең аллергиям бар сөз осы сөз. Алдыма күніне 30-40 адам келеді. Міне бүгін хайт күні, хайтта да азан менен аз адамдар келіп отыр, мен осы сөзді естимін. Хаммесі низамлы болса да менің нахануни түрде деген сөзді айтады. Құласы осындай сөздер кейінгі уақытлары жүзі көп қолданылатын болып кетті. Бұл деген сөз тілімізге гөр қазып атырғанымыз, өзіміз тілімізге гөр қазып атырмыз. Және сондай сөз кейінгі уақытлары айтылатын болды, шаршамастан дейді. Қалайсыз, Дәулетмұрат, шаршамастан дейді. Шаршамастан дұрыс қарылпақ тіл, бірақ біздер өзбектерде шеба деп айтады, біздердің тіл неге кірмейді ол сөзді қолданатын. Кейін айтады, шаршамастан дейді, шаршамағайсың дейді. Болыпты, шаршама деп жауады. Бұл сөздерді өзімізге бейімдестіріп алдық. Сөз қарақалпақша, бірақ қолдануы біздерде ол сөз қолданбайды ешкім. Осы сөз міне қазір кейінгі уақытта кім болса сол шаршамастан дейді. Не мәніске түсінеді? Ал Дәулетмұрат қалай? Харман, шаршамастан дейді. Бұл не сөз бұл шаршамастан деген сөз? Құласы осы бойынша бір мақала таярлап едім мен. Сондай дәрежеде ішімнен азапланамын да бұл. Бұншелі дәрежеде милlet арын арлаудан жырақ болып бара жатырғанымызға хайранмын. Үйімде анам менен тартыс қаламан, сөздерді қолданады. Інілеріме де бақыраман. Жақындарыма жора жолдасам менімен сөйлесуге қорқады. Әрбір сөзінен. Себебі кешіресіздер, келешек әулет біздерді кешірмейді бұл нәрселерді. Қазір интервьюларда министр хакимдер сөйлетсең, әммес осы сөздерден болады. Қадым деген сөз, имтияз деген сөз, жаңағыдай награн деген сөз, мұстақылық деген сөз, әммесі. Бірде-бір мен басшыны ести алмаймын, таза қарақалпақ тілінде сөйлесетін. Және айтып қойды, үйреніп кеткенбіз ғой дейді. Кешіресіз, сілер істеген қағазды менен көп істеп жатқан жоқ шығарсыз көбінсіңіз. Мен дерлік өзбек тілінде істесемен. Низам адам өзбек тілінен көремін, себебі қарақалпақша низам жоқ. Әммесі өзбек кодексі, әммесі қарақалпақ тілінде. Күні түні міне кодекс көріп отырамын. Айырым прокурор судьяларыңыз кешіресіз да? Ямса басқа тарау уәкілдері. Енді қағаз біздерде күні түні өзбекше деп қояды. Бірақ менен көп істеп жатқан жоқ шығар олар. Қазірдің өзінде 3 мыңға шамалас арза бар. Бір айдан бері оқып көрмеген арзаларымыз бар, шаң басып тұр. Бір айдан бері ашым көрмедік. Үлгере алмаймыз себебі. Құласы гәптің ұзынан қысқасына келетін болсақ, жақында Қарақалпақстан Республикасы судында, Қарақалпақстан Республикасы әділдік министрлігінде, Қарақалпақстан Республикасы ішкі істер министрлігінде, Қарақалпақстан Республикасы прокуратурасында, Қарақалпақстан Республикасы салық басқармасында, Қарақалпақстан Республикасы Милли гвардиясында жеке өзім журналист тексеру өткеріп, олардан қызмет гуалқаңыз қайсы тілде алып барылады? Егер өзбек тілінде алып баратын болса, неше өзбек тілінде алып барылады? Қарақалпақстанда Қарақалпақстан Республикасы әмел етеді низамы деген сұраумен мұражат еткенімде маған мен сенім кәміл болды. Бір ғана ішкі істер министрлігі Айтбай Темірхановтың тарауында, яғни ішкі істер министрлігінде қарақалпақ тілінде басым көпшілік қызмет гуалқы қарақалпақ тілінде жүргізіліп жатырды. Қалған бірде-бір тарауда қарақалпақ тілінде емес, әммесі өзбек тілінде. Кеше ғана жиналыста ауыз толтырып сөйледі, бұнан былай екі тіл бірдей. Бұнан былай емес, алдынан сондай еді низамда. Алдынан сондай еді. Енді ітбар берін, Қарақалпақстан Республикасы суды басылы Гүлнара Базарбаева бізге жауап берген хатында мынандай деп жазған. Өзбекстан жоғарғы суды президиумының 27 март 2018 жылғы қарарына тикар қабыл етілген низам талаптарына көре дейді. Ітбар берін, жоғарғы суд низам қабыл ете алмайды. Низам менен режимнің farqына білмей отырыпты. Низам деген не зат ол? Реже деген не зат? Реже деген міне министерство ведомстволарда, басқару органдарында, судларда қабыл ететін реже. Өзбекшеде низам деп айтылады. Қарақалпақшада реже деп айтылады. Соны низам деп қойыпты. Жүзде үлкен әріппен жазған Қарақалпақстан Республикасы жоғарғы суды президиумның 27 март 2018 жылғы қарарымен қабыл етілген низам талаптарына көре дейді. Яқшы, осыған низам деп айтып берейік. Осы низамда көрсетілген екен. Өзбек тілінде қызмет гуалқы жүргізілсін. Бұның және себебін жазып қойды. Бұның себебі дейді, қызметкерлеріміз Ташкент қаласының олайларға қызмет сапарына барған кезде түсінбеушіліктер болмаушылығының алдын алу мақсатында өзбек тілінде беріліп отыр дейді. Хау. Сұрау туындады, не себеп түсінбеушілік болуы мүмкін? Тілі мүмкін емес қой бұл Өзбекстанда не қарақалпақ тілін түсінбейтіндей. Не себеп қарақалпақша түсінбеуі мүмкін?
түсінбейтін болса, онда Өзбекстанда да қарақалпақ тілін өздерінің өзбек тілінің статусымен тең қылсын. Ол жақта да жазылсын қарақалпақ тілі, һәм өзбекше, һәм қарақалпақша жазылсын Өзбекстанда да. Барлық олайларда жазылсын. Иә, ол жақта дейді түсінбейтін, соның үшін бұл жақта қызмет гуалық. Не себебі Өзбекстанда жаңағыдай басқа Ташкент олайлар, Ташкент қаласынан басқа олайларда түсінбейді деп қызмет гуалықты өзбекше қылу керек. Соратулады, сонда жоғары суд президиумының қарары конституциядан үстем тұра ма? Иә, міне. Және сондай дәрежеде жазып қойыпты, түсінбеушіліктің алдын алу мақсатында дейді. Ал енді салық органы бастығының бірінші орынбасарысы Юсупов деген адам жауап берген, лауазымды шақс. Онда қараң, жауабына қараң. Өзбекстан Республикасы мемлекеттік салық комитетінің 3 февраль 2012 жылғы 53 салы бұйрығына тикар дейді. Бұйрығына тикар. Қызмет гуалықлары Өзбекстан бойлап өзбек тілінде таярланады һәм тарқатылады делінген. Сонда және сұратулады. Кешіріңіз, құрметті Юсуп, сонда сіздің Өзбекстан салық комитеті бастығының бұйрығы Қарақалпақстанның конституциясына үстем тұра ма? 4-ші статьяда жазып қойыпты ғой. Иә, міне, бір ғана бұйрық құрлы болмады біздердің конституциямыздың, құрметі. Менің жеке пікірім бұл. Ал енді Қарақалпақстан Республикасы Милли гвардия бастығы М. Юсупов деген лауазым шақс жауап беріп қойыпты. Өзбекстан Республикасы Милли гвардиясы орайлық аппараты жеке құрамында мемлекеттік тілде жазылып белгіленген тәртіпте орынларға жіберіледі. Осыны мағлұмат ретінде білдіреміз дейді. Мемлекеттік тілде жазылады дейді. Ал яқшы, мемлекеттік тіл өзбек тілі болса, қарақалпақ тіліне мемлекеттік тіл емес пе? Не себеп? Міне қызмет гуалық. Не себеп бір жағына өзбекше, бір жағына қарақалпақша жазылмайды? Жазылсын бір жағына, оң жағына қарақалпақша, шет жағына өзбекше. Және айтамын, бұл міндет айыру емес. Теңлік болу керек. Теңлік болмаса халық наразы болар. СССР-дің дәуірінде және этибарды қарасаң, СССР дәуірінде бір мәртебе осындай міндет айыру, тіл айыру деген нәрсе болған жоқ. Сондай халық тату жасады. Бұндай сепаратистер тағы бір зат деген жағдай халықтың көтерілісі деген нәрсе де болған жоқ СССР дәуірінде. Себебі әділдік бар еді. Ал енді және менде сұрау туылады, сонда Базарбаева, салық органы орынбасары Юсупов, гвардия бастығы Юсупов, бұл пікірлерінен не деп түсінсек болады? Бұл басшыларға конституция үстем бе, халық мәтіні үстем бе, яғни өздерінің креслосы, яғни жоғарыда тұрған бұйрығы үстем тұра ма? Енді халықтың туырдан туыры ісі түсетін, халықтың ісінген тараулары осылар болады. Міне мен деген пілдей органның бастықтары міне. Бірақ алдап сыйлап жауап беріп отырды. Баяғы заманда бір гәплер бар еді, алдамаға бала жақсы деген. Енді керісінше алдамаға халық жақсы болып кетті. Жасырмай анық айтуым керек, Қарақалпақстан Республикасы әділдік министрлігі Сайлаубай Мамедқадиров, Қарақалпақстан Республикасы прокуроры Фақат Алламбергеновлар жауап хатында жазып қойыпты. Бұнан былай қарақалпақ тілінде жүргізіледі деп. Яғни кемшіліктер сапаластырыла толығын, һәм бұнан былай қарақалпақ һәм өзбек тілі теңдей жүргізіледі деп жазып қойды. Біз бұл екі тарау басшысына терең міннетдаршылық білдіреміз. Жасырмаймын, мен өзім қызмет гуалығын алатын кезде Қарақалпақстан Республикасы әділдік министрлігіне бардым, адвокат сипатында. Енді қызмет гуалығын алатын кезде бізге Қарақалпақстан әділдік министрлігі береді. Сол уақытта бөлім бастық Дәулетмырза өзбек тілінде беріледі. Мен айттым, кешіріңіз, онда мен удостоверение алмаймын, адвокаттықтан алмауға кешемін. Маған қарақалпақ тілінде жазып берін дедім. Кейін ол Өзбекстан Республикасы әділдік министрлігінен шықты телефон арқылы. Олар низамды үйреніп шығып, мәлімудардан кейін шықты. Болды, қарақалпақ тілінде берін деді. Низамға қайшы емес деді. Рахмет айттым. Демек, Өзбекстаннан ешқандай басым жоқ екен. Тек бер жақтағы жағымпаз, жанапайшы жаңағыдай басшылардың жалатайшылық қылып жақсы көрінгендегі әрекет екен. Міне, Қарақалпақстанда бірінші болып құқық қорғау органдарының ішінде мен қызмет гуалығын қарақалпақ тілінде алдым. Бірақ еліге шекем, мына орган басшылары бұған басын айландырып отырған жоқ. Егер конституция әммеге үстем болатын болса, дәрхал сіздерде қарақалпақ тілінде қызмет гуалығын алын, қызметкерлеріңізге де алдырдым. Егер ондай болмайды екен, ата-бабада гәп бар, 90 қазға таңтаман деген. Іләжі жоқ онда, сіздердің редакцияның атын сотқа беруге мәжбүр боламыз. Сіздердің берген маған жауап қатаңызды низамға муафиқ емес, һәм қарақалпақша тілінде қызмет гуалығын жүрту міндеттемесін жүктеу бойынша хакимдік сотқа береміз. Ойланып көріңіз, Гүлнара Базарбаева Қарақалпақстан суды бастығын біздер хакимшілік сотқа берсек, судты сотқа берсек, қандай болады? Ұят болады. Ұялмасаңыз бере береміз, ешқандай не жоқ. Құласы
жұмақлап айтатын болсақ, ата бабада гәп қалмаған, яғни адамның түріне қарап емес, сөйлеген сөзіне қарап бақа бер дейді. Істеген ісіне бақа бер дейді. Міне біз істеген тараулардың сөйлеген сөзі, істеген ісі. Және жұмақлап айтатын болсам, бұл милет айыру деп түсінбең. Бұл тіл деген адамның қанымен кіріп, қанымен шығатын зат. Әммеміздің мойнымыздағы қарыз, тілді hürmet етуіміз керек. Тек өзіміздің тіл емес, басқа тілдерден hürmet етуіміз керек. Егер тең дейме, өзбек тілі мен қарпақ тілі тең дейме, теңдей жүрсін. Теңдей әрекет етсін, теңдей әмелде болсын. Қатылаңызшы, рахмет. Европаға скиф деген атаманмен барған халық, жаңа жеті тілді білетін халық бар ғой, скифтер, сағматлар, сақатария сақлардың ұрпақтары. Екінші Орта Азиядағы мәдениетлер бар ғой. Мәдениет деген екі мәністі білдіреді. Бірінші жетіскерлік, рауаждану, екінші тіршілік. Мысалы, Орта Азиядағы дәсілік мәдениет ошағы сол жерде қалыптасты. Оны келдемінер мәдениет дейді. Әмірабад мәдениеті бар. Сол екінші мәдениет Ташкент атырапында қалыптасты, қауыншы мәдениет. Олардың көшпесі. Сол қауыншы мәдениетін қалыптастырған сол келдемінер мәдениетінен шыққан халық. Өзбекстандағы отырықшылардың мәдениетін Ираннан келген Жарқотан мәдениет дейді, оны Сапалы Төбе мәдениет дегенлер кейін ашылды. Бұлар кейінгі мәдениеттер. Ал Тикарғы мәдениет сол жерде пайда болды, ошағы. Сондықтан да біздің халықлардың ағы дәрегіне кететін болсақ, әлбетте олардың құрамы әрқилы болған. Мысалы, ярым Иран тілінде сөйлеген дейді. Сонда Иран халқыларының араласпасы бар бізде, Европа халқыларының араласпасы бар. Бұлардың барлығының түйіліскен жерінде біздің халқымыз өзінің дәстүрлік этникалық қалыптасу басқыштарын бастан өткерген. Сондықтан да біздің халқымыз енді бұл мен жаңағы ілімдегі мағлұматлар бойынша ғана тоқталып отырмын, жеке көзқарасым онан арға кетеді. Сондықтан да ол келешекте оны елде толықтырып, пісіріп жариялаймыз. Қарақалпақ халқы өзінің ұзақ ғасырлық тарихларына ие. Демек, тіл де сол басқыштарды өткен. Тіл басқыштарды өткен, сол сөздерді сақлап келатырмыз ғой. Мәселен, адыз деген сөздерді еле сақлап келатырмыз ғой. Мәселен, өзбек тілінде адыз деген сөз жоқ еді бұрын. Қазақ тілінде ұлыма жоқ. Неге? Бұрынғы сол жердегі отырықшы мәдениетті қалыптасқан бұрынғы комплекс түрмен шұғылданды қожалықтың. Сондықтан да осы сөздер әйемгі халықлардың тілдеріне тән сөздер, солардың барлығы арна деген сөздер бұрынғы ескі хорезм тілі деп айтады ғой ілімде. Ол енді рәсім былайынша шәртілі атама ол. Уақытта тіл дегенде қызық нәрсе бар да. Мысалы, патшалардың жазуда да қызық нәрсе бар. Жоғары патшалар өз алдына жазуда жазылған. Орта дәрмен адамдар өз алдына жазылған. Төменгі қатарындағы форалар өз алдына жазуда жазылған да. Себебі бірінің сырын біріміз. Соның үшін жазуды құпия деген. Жазуды мұқаддес деп білген. Мәселен, біздер Авестаны Иран тілінде жазылды деп жүрміз, ескі Иран тілінде. Бәлкім сол тілде жазғысы келген болу керек. Өйткені басқалар түсінбеп, тек қана белгілі қатылам үйрену үшін да. Ода бірақ Иран тілдері рәсми тіл болған. Сондықтан да сол жердегі атамалардың көпшілігі сол Иран ахаменитлердің құрамында болды ғой енді. Біраз жылдар davomida. Бәрібір халықтың өзінің сөйлеу тілі жоғалып кеткен жоқ түпкілі. Һәм өзінің этникалық құрамы белгілі дәрежеде сақтап қалды. Ең түркі халықтарының ішінде ең этникалық құрамы жақсы сақталған халық өзінің ядросын бұзған қарақалпақтар. Дұрыс айтасыз. Дұрыс айтасыз. Ал енді біздерді қарақалпақты жауынгер халық деп таналған да, осы күнге дейін. Бірақ сол жауынгер халықты мен еш қазір жауынгер халық болғанымызға сенегім келмейді да. Неге десең, ешқандай бір хақиқаттан айта алмаймыз, қорқамыз. Тур келдісе, бас кетсе де тур жолдан қайтпаған дегендей, сол дәуірлерді мен бір аңыздай қиял келтіретін болып қалдым да. Неге десең, ешқандай бір мәртелдің шығып жатқанын көріп отырғаным жоқ. Енді Асиyaga кетсе қайттым. Сіздің пікіріңіз қандай? Хақиқатында да жауынгер халық болғанбыз ба? Бір солай бойынша түсіндіріп не берсеңіз. Әлбетте, енді өзі дала халқы жауынгер болуға мәжбүр. Бізде бір ярым отырықшы, ярым көшпелі, айырым уақытта тұтас көшпелі болып жүрдік қой. Еділ жайықтың бойында, Дәшті Қыпшақта. Бұл көшпелілікке сол бейімдестіңге мәжбүри түрде жауынгер болсаңыз, сыртқа дұшпандардан қорғануың керек. Міне сондықтан да біздің тілімізде жау жарақ деген сөздер сақланып қалды. Әзірге кешке мына күнделікті киіміміз жау киім дейміз ғой. Күндегі отын жаруға, су тасуға кетіп. Сол жауынгерліктің белгісі сол бұрынғы. Тез әрекет етуің керек, тез тайым тұруың керек. Жау сөздердің жау жарағың сай болып тұрады да бірдейіне. Жау жағадан алғанда деген сөз болады. Енді ат бірдейіне белдеуде тұрған, бұлам атты қасыққа байлама белдеуге қойған өзі жау келсе бірден шауып кетудің белгісі. Белдеу не зат еді? Белдеу қарудың белдеуі бар, белдеу арқаны. Сол белдеуге байлап қойған ғой. Енді бірдейіне қазық ол арқайын уақытта. Белдеуге байлап қойған себебі сол мынаяқтан келіп қала ма жау, мынаяқтан келіп қала ма жау, өмір бойы сол алаң болып отырған. Сондықтан да бұл халқымыз соған мәжбүри қалыптасқан. Бұл енді жауынгер халықтың отырықшылыққа тұтас өтуі, халықтың басқа халықтармен араласуы, бұл өзі сондай бір процесстер болады, адамның менталитетіне тәсір етеді. Сондықтан да
пәсеңдеп қалғаны рас. Қазір ақиқатында да баяғы өркөкіректілік қаяқта, неге өшігөк болып қалды деп таңырқауыңыз мүмкін. Себебі бұл барлық орталық мәжбүр етеді соған. Оған ашудың керегі жоқ, ол табиғаттың нызамы. Бірақ ол жауынгер екенімізді бұрыннан, мысалы, сол грек тарихшылардан бастап ата бабаларымызды сол кеше күнге шейін жазып келді, сонша тарихта қалды. Дәстүрлеріміздің өзі соның жауға шақырып қой, мәселен, алпамысты оқисыз ба, қобыланды оқисыз ба, едігені оқисыз ба, бұлардың барлығы сол жауынгерлігіміздің белгісі ғой. Сол неге қаһарман басталар көп жырланады бізде, барлығы соған қайрап отырған. Неге басқа халықтарда қырық қыз деген дәстан жоқ, аял қыздарға арналған. Біздер хәтта қыздардан сол жауынгерлік тәрбиелеуге ұмтылған. Қарақалпақтың қыздарының міне әйкелердің барлығы сауыттың сол қызметін атқарған. Ол тек тағыншақ үшін, сән үшін емес, сауыт қызметін атқарған. Енді батырларды атыменен көмеді өлген кезде деген нәрсе рас па? Ол археологиялық қазбалар тек дәлелленген, оны Геродоттар жазып кеткен, сақаларда деген атын қосып көмеді деген, атты айрықша қадірлейді деген ұсыл күнге шейін. Міне туысқан қазақ халқымен салыстырың, қазақ халқында бізге қалған жылқыны көп жейді. Біздер жемейміз онша. Сирек біздерде. Өйткені біз атты көбірек қадірлейміз, көбірек қадіріне жеткенбіз. Ер қанаты ат дейді, ат адамның жолдасы дейді. Атты өзінің жан досындай көрген, мысалы да. Дәстүрлерге қарасаң, сырласады ғой атыменен. Қобылан мысалы жаңағы атымен сырласады. Жеміңді қашан кембеді? Қарат, алпамыс қой. Не көрдім, қарат, не көрдім. Сонда бейшара жалынады ғой атқа, иә? Енді сол алпамыс ядына түскен кезде бір айтып берейін. Енді алпамысты сондай дәрежеде біздердің Қарақалпақтың варианты жүз қатыр күшті жазылғанда мысалға айтады Оқжайды. Атқан оғы заңғардың иттей қаңсып барады дейді. Қара соншалы дәрежеде оқты тарифлеп берген, оқтың қандай дәрежеде тезлікпен баратқан. Атқан оғы заңғардың иттей қаңсып барады дейді. Иттей қаңсып барады дегенде ол тек тарифлеп, ол гипербола емес ол. Сондай оқ ойлап тапқан біздерде. Біздің ата бабаларымыз сол оқтың түрі болған. Ол оқ қысқырып, жаңағыдай түрлі сес шығарады болған. Дұшпан қорқыту үшін да, мысалы, қоңларды жазған ғой, қоңларды жазған кезде жаңағы шуылдап ысқырғандай сес келді дейді. Бұл сол уақытта сол жерде ойлап табылған. Мысалы біздің оқжайымыздан басқаша болған. Мысалы моңғолдардың оқжайы мынандай ғой, кәдімгі былай тартады ғой. Біздердікі олай ма? Мынандай да. Міне бұны грек тарихшылар ғой, міне мынайға қарап тұрады да. Соны былай қарап тұрады, былай қарап еді да, міне мынандай. Сондай күш керек және ұзын болған. Енді кейінгі оқжайлар әсте кішірек келе берген ғой, бұрынғылар ұзын болған. Демек, мына тұрыс ізге қайырды ғой. Тек сол тек массагетлерде болған сол. Міне осындай ол қанша күш керек оны берман қарай ию үшін. Міне бұл һәм аттың үстінде жүріп бұл әрекет еткен. Енді мына өлген кезде батырдың атының құйрығын кесіп тастаған болған ғой. Мен толық түсінікке емеспен да бір қысқаша соған пікірлеп бердім да. Бұл енді бірінші бізде әрбір белгіден таниды ғой. Мысалы адам қайтыс болған кезде ту тықып қоятын болғанда қар үйдің үстіне көк ту болса жас адамның шаппай желмей майырылған сордың үйінде сөйледі. Көк жалаулы көрінсе шаппай желмей майырылған сордың үйінде сөйледі дейді. Қара ту тықып қойған сондай белгілер да барлығы. Келгеннен кейін мәселен мынау қара үй екен ғой деп соған қарап айыратын болған. Атқа қарайтын болған қазақтарға. Енді аттың құйрығы кесілген болса, түйіліп болған болса, кесілген болса да әсіресе туланған ат дейді бұны. Бұның иесі қайтыс болған екен ғой, иесі дүниеден өткен екен ғой деп ойлау үшін сондай белгілерді қоятын болған. Енді мына қара кеуде, рең кеуден басқа да бізде рең кеу дейді ғой. Міне атты айрықша безетін сол ат адамның жолдасы, адамның шерігі. Атты бірге көмуіміз сол. Енді бір уақытта кейінгі дәуірлерде онда бірге көму болмаған, бірақ соның қарасына сол ат соятын болған. Не өзгерген да аз өзгерген. Оның көмегінде соятын болған. Бірақ оның басын әдеулеп жерлейтін болған. Басқа хайуанның басын жерлемейді ғой. Басқаларын асып қояды. Мысалы түйелердің басын оны киелдеп асып қояды түйе. Басын аттыкен жерлейді. Сондай. Өзге танимыз да. Бұл жылқы малына байланысты Қарақалпақ халқында көп сақланған, әзірән бар. Бұлардың барлығын комплекста іздетілсе, біздерде көп өзіміздің білмегенімізді біліп, өздігіміздің терең тамырларын қайтадан үйренген боламыз. Бұл халқымыздың әрбір әрекетінде бір хикмет бар. Бұлардың барлығы біздің этнодүниямыз, солардың бәрін тұтастырып қойған, сондықтан да біздердің санамызда соларға байланысты түсініктер әзірге шейін жасап жатыр. Һәм солармен қызықсынамыз. Тіліміздегі қанша сөздер сол өзіміздің ата бабамыздың сол орталығымен байланысты қалыптасқанда, солардың барлығы біз аңламаған қолда қолданамыз, көп аңламаған халда қолданамыз да сөздер. Солардың барлығы біздердің содан еле ажыралып шығып кетпегеніміздің белгісі. Біздер бұрынғы неден толық ажыралып шығып кеткен жоқпыз еле ата бабаның этнодүниясынан да. Төлепберген Қайыпбергеновтың кітабында бала оқуды неден бастау керек екенлігі айтып өткенін сізден естіп едім да, сол бойынша бір қысқаша не қылсақ, Төлепберген Қайыпбергеновтың бала оқытуды грамматикасын неден бастау. Төлепберген Жұмабатов бұл мәселені 89 жылы көтерген. Мен енді 90 жылы Әмдіржанның бірінші санынан оқып едім. Сол оқып
ұлыма өзімнің көзқарастарым және де кең осы кісімен пікірлескім келді. Бұл жерде айтады да ол кісі. Енді ол жаңа синонимдерден айтады, Қарақалпақтың тарихынан айтады, Қарақалпақтардың қай жерлерде жасайтұғынынан айтады, Қарақалпақ тіліндегі сөйлемдер мен сөйлесімдерден айтады. Сөйтіп тұрып, біздер мектепте балалардың жаңағы бастауыш баялауыш деп басын қатырамыз дейді да, енді жаңағыдай грамматиканы көбірек үйретеміз. Балаларға оның орнына дейді біз тілдің рауажлану бағдарлары бойынша басқаша мәселелер үйреткенімізде балаларымыздың тілге болған ықыласы артар еді дейді. Сондай жақсы ұсыныстары бар. Сондықтан да мектептерде біз әзірге бұл тілдің қағидаларын тез өзгере береді айырым. Мысалы, жаңағы баяғыда 7 септілік болатын болса, 6 септілік, мысалы алмасқылардың ішкі түрлеріне өзгерістер кіргізіліп жатырыпты. Енді бастауыш баяндаушы қалыптасқан ол терминдер ғой, енді соны олар балалар біледі. Бірақ басқа майда шүйдесіне шейін ұңқыл-шұңқылашына үйрете беру шарт емес. Оларды үстіртін түрде оқып кетсе, оның орнына біз рауажландыратын балалар. Мәселен, сөздердің келіп шығып этимологияны үйрет. Сол арқылы тарихқа қызығушылық пайда болады балада. Өзінің халқының өтмішін білгісі келеді. Біздің сондай дүнияға үлес қосқан халықтардың бірі екенбіз дейді. Өйткені ата-бабаларымыздың сол қаншама жерлерде ізі қалған. Соларды келешек әулет білсе, мақтанышы және де артады, һәм өздері жаңа бір ұмтылыстар жүзеге келтіріп шығарады. Бар қозғау салады балаларға. Oldu, рахмет. Sana жұмыстар табысы. Рахмет, білмегенімізді біраз білдік. Келешекте канал ағзаларына, ықылас-ниеттеріне пайдасы тиеді деп ойлаймын. Жұмыстарыңызға табыстар тілейміз. Рахмет. Алға Қарақалпақстан!